Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен корейский қияр салатын дайындаймыз. 1 килограмм қиярды дәл осы видеодағыдай етіп турап аламыз. Туралған қиярымыздың үстіне 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Енді 1 шай қасық толтырмай уксусымызды құямыз. Жақсылап араластырып, жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Таза ыдысымызға 80 грамм сұйық майымызды құямыз. Жарты шай қасық кориандрды саламыз. 3 шай қасық паприкамызды және 1 шай қасық қызыл бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, баяу отта бір қайнатып аламыз. Қатты қайнап кетпесін. Жай ғана бір қыздырып алсаңыздар да жеткілікті. Қияр салатының дәмін келтіруші дәл осы сұйық масса. Жарты сағат тұрған қиярымыздан осындай су бөлініп шығады. Бұл суды бөлек ыдысқа құйып аламыз. Енді қиярымыздың үстіне 2 чеснокты сығып саламыз. Үстіне 2 шай қасық құмшекерімізді және 1 шай қасық соя тұздығын салып, үстіне 1 шай қасық кристаллик тұзымызды және де бір қайнатып алған осы массамызды құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы ас болсын.